Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Біз бүгін джент жасайтын боламыз. Основной джентті біз құрбан айт мейрамдарда ғана жасаймыз. Бұны үй жағдайында жасайып балаларыңызға берсеңіздер болады, өте дәмді, оларға да қаттырақ ұнайтын болады. Бізге талқан мен 3 қасық шекерді бірінші араластырып аламын. Талқанның граммын мен астына жазып кететін боламын. Осылай екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін ертілген сары май мен сгущенка қосамыз. Сгущенка менде 3-4 қасық болды. Қатты көп қосудың қажет жоқ. Дженттеріңіз қатты болып қалады. Және осылай барлығын лопатканың, болмаса қасықтың, болмаса қолдарыңызбен араластыра берсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен барлығын өлшем біліктен граммдарын жазып қоямын. Менде осы талқаннан 15-20 штук джент шықты. Джентті әркім өз қалауындай формаға салып, болмаса құрт тәріздес дөңгелек қылып жасай беруге де болады. Әркімнің өз қалауындай. Осылай жақсылап араластырып алып, мен құрт тәріздес қылып жасадым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Ас болсын.